Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мәтіннің құрылымдық бөліктері. Бүгінгі сабақта мәтін туралы түсініктеріңді қалыптастырасыңдар. Мәтіннің құрылымдық бөліктері туралы білесіңдер. Жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықтайсыңдар. Мәтін дегеніміз өзара байланысқан сөйлемдер. Мәтінге тақырып қоюға болады. Бөліктерден мәтін бірнеше бөліктерден тұрады. Мәтінге жоспар құруға болады. Оның басы, негізгі бөлігі және соңы болады. Мәтінде оқиғалар баяндалады, сипатталады және дәлелденеді. Құмырсқа мен қарақоңыз. Құмырсқа мен қарақоңыз бір сыныпта оқиды. Құмырсқа күнде бестік алып, қарақоңыз 2 ала беріпті. Қарақоңыз құмырсқадан: "Сенің жақсы оқуыңның сыры неде?" деп сұрапты. Оның сыры уақыт кестесінде. Қарақоңыз өзінің уақыт кестесін жасайды. Қалай жасаса да, уақытын ойыннан артылта алмапты. Құмырсқа ойынға жетпеген уақытты сабақ дайындауға қалай жеткізіп жүр екен деп таңданыпты. Балалар, мәтінде не туралы айтылған? Құмырсқаның жақсы оқуының себебі неде екен? Қарақоңыз неліктен уақыт кестесін дұрыс жасай алмады? Өзің уақыт кестесін қалай жасар едің? Осы сұрақтар төңірегінде ойланып көрейік. Мәтін, балалар, 3 бөліктен тұрады екен. Мәтіннің басы: құмырсқа мен қарақоңыз бір сыныпта оқиды. Құмырсқа күнде бестік алып, қарақоңыз 2 ала беріпті. Ал мәтіннің негізгі бөлігінде қарақоңыз құмырсқадан: "Сенің жақсы оқуыңның сыры неде?" деп сұрапты. Оның сыры уақыт кестесінде деген. Соңғы бөлікте қарақоңыз өзінің уақыт кестесін жасап, бірақ бәрібір ол уақытын ойыннан артылта алмаған туралы жазған. Және ол құмырсқаның іс-әрекетіне таң қалған. Естеріңде болсын. Мәтіннің басы оқырманды оқуға даярлайды. Ал мәтіннің негізгі бөлігінде автор айтқысы келген басты пікірін білдіреді. Мәтінді соңғы бөлік аяқтайды. Мәтіннің әрбір бөлігі азат жолдан басталып жазылады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықтап көрейік. Көңілсіз суреттер. Меруерт табиғат көрінісін салмақшы болып, қара қарындашын алды. Салған суреттері бір түрлі көңілсіз, солғын болып шықты. Яғни мұнда, балалар, мәтіннің бірінші бөлігі көңілсіз сурет туралы айтылған. Мәтіннің екінші бөлігіне жан біткен суреттер деп қояйық. Бір кезде қолына түрлі түсті қарындаштарын алды. Аспанды қара бұлт торлады. Шатыр-шұтыр сары найзағай ойнады. Аспаннан көк тамшылар төпеп берді. Жерде ақ түсті шалшық сулар пайда болды. Мәтінде неше бөлік бар екен? Иә, мәтінде 2 бөлік бар. Олар мәтіннің қай бөліктері? Мәтіннің басы және негізгі бөліктері берілген. Мәтіннің қай бөлігі берілмеген? Дұрыс айтасыңдар, мәтіннің соңғы бөлігі берілмеген. Мәтіннің соңғы бөлігін өзің тауып айтып көр. Сен Меруерттің орнында болсаң қандай сурет салар едің? Осы сұрақтар төңірегінде ойланып көріңдер. 12-ші жаттығу. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөліктерді алып тастап, мәтінді қайта құрастырайық. Алдымен мәтінді мұқият оқып шығыңдар. Балалардың бәрі сабақта, ал Ермек болса ауырып үйде қалды. Жалғыз өзі әбден зерікті. Бүгін оған Алмас пен Нұрлан келді. Хал жағдайын сұрап, Ермекке әкелген суретті кітапшаларын ұсынды. Ермектің осындай достары бар. Ол достарын жақсы көреді. Балалар, бұл бөліктерді мәтін деп атауға келе ме? Әрине.
бұл мәтінге қандай тақырып қояр едің? Мысалы, мен достар деп қояр едім. Мұнда керек емес алып тастаған бөлігі Меруерттің сабақ үстінде ұялы телефон шұқылаумен болды. Оның бұл қылығы сынып мұғаліміне ұнамады деген бөлікті алып тастадық. Балалар, сендерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар балалар.